500 мың теңге беріп жұмысқа тұру, ол құлдықты сатып алу. Педагог, нағыз ұстаз ең соңында марапатсыз кетіп жатыр. Әділетсіз емес пе деген сұрақ менде бар. Алтынсарин деген қазақтың маңдайына біткен бір чоқ жұлдыздың атындағы медалды алдындағы баланы дұрыс оқытпай, қаншама адамның тағдырын ойрандаған топас мұғалімнің тағып алуына қарсы. Бір өңірде 90-ның үзілісінен басқа уақыт ауыстырмау туралы норма қойып тастады. Аймақ бүйтіп. Биыл оны алып тастады. Қазіргі министрдің жұмысын сіз жақсы бағаламайсыз, Енді мынандай дұрыс жүйеге түскен дүниені құртып жатса қалай дұрыс бағалайсың? Сәрінжіптің алдына барды осы мәселе. Мұғалімдарға түскендердің стипендиясы қарап басқа мамандыққа түскендерден жоғары болсын. Тартудың бір көзі болады. Сағадиевтің алдында көтерді. Аймағымбеттің алдында көтерді. Бірінші, екіншісі пысқырып та қараған жоқ. Үшіншісі орында. Жаңа оқу жылында жаңа министр көргім келеді. Бір дұрыс министр көргім келеді. Қорықпай, жұрт сынаса да дұрыс шешім қабылдай алады. Күлтөбе подкаст. Күлтөбеде күнде жиын. Берікбол Төлегенмен. Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы білім саласындағы проблемаларды көтеріп жүрген маман, Қазбілім групп мектептер желісінің негізін қалаушы, басшысы, ұстаз Аятжан Ахметжан мырза. Аятжан мырза, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Бүгінгі сұхбатымызда осы білім саласындағы барлық проблемалардың басын ашуға тырыссақ деген ойдамын. Сіз үшін бір жабық тақырып бар ма осы салада? Айтылмау керек дейтін. Білім саласында ма? Менің жұмысыма кедергі болуы мүмкін деген. Жоқ, барлық мәселені қозғай беруге болады. Білім саласының аясында. Білім саласы, ұрпақ тәрбиесі, сол мектеп, балабақша, университет деген сияқты, ол ғылым, білім тақырыбының кез келген. Мысалы, менен экономика туралы сұрасаң, айтпаймын, білмеймін ол жайлы. Өйткені шымшық сойса да қасап жасайсың да. Сондықтан бұл салада маған жабық тақырып жоқ. Бүгін сол сұхбаттың барысында білім саласындағы негізгі деген бір проблемаларға қысқаша тоқталып өтсеңіз, сұхбаттың басында біз соның негізінде менің сұрақтарым ары қарай өрби береді. Білім саласында қарақшы, 2024 жылы 1 қыркүйекте Қазақстан Республикасының оқушы саны 4 миллионға жетеді. Тұңғыш рет 4 миллионға шығады. 4 миллион оқушы, яғни кемінде 6 миллион ата-ана. Яғни 4 миллион оқушы, 6 миллион ата-ана десем 10 миллион. Яғни халықтың тек мектепті айтқанда 10 миллион адамға байланысты шаруа. Сондықтан 10 миллион адамның шаруасы болғандықтан бұл жерде проблема сол 10 миллион адамның шашындай көп. Негізгі деген. Мысалы, сіздің жаңағы әңгімеңіздің шығып тұр шетінен мектеп жетіспеушілігі. Бірінші дүние, ең алдымен біз кешегі физада көрсетіп жатыр, біздің білім деңгейімізде халықаралық дүние бар. Ең бірінші дүние бұл білім саласы, ол көрінбейтін соғыс. Соғыста жетістікке жету үшін не керек? Мықты әскер керек, мықты құрал жабдық керек, мықты стратегия керек деген сияқты. Мықты база керек деген сияқты. Тура сол сияқты. Білім саласы табысқа жету үшін мектебің мықты болу керек, ұстазың мықты болу керек, әдістемең мықты болу керек, материалдық шарт жағдайың мықты болу керек деген сияқты. Дәл осы жағдайда бізде қай саланы түрсең де арт жағы шиқан болып шығады. Ең алдымен мектеп десең, елімізде ресми статистикада 150-ден астам 3 ауысымды мектеп бар. Ресми. Бейресми статистикада 500-ге жақындауы мүмкін. Ал біз егер Финляндиядағы сияқты, Сингапурдағы сияқты, Жапондағы сияқты, әзіргі білім көрсеткішінің басында тұрған Эстония сияқты мемлекеттердің білім деңгейіне жету үшін барлық мектеп бір ауысымды болу керек. Барлық сыныптағы оқушы саны мемлекет бекіткендей 24 оқушыдан аспау керек. Бірақ біздің оған мүмкіншілігіміз жоқ қой. Қазір мүмкін емес. Мүмкін емес.
Бағанағы біз 3 ауысымды 2 ауысымға көшіре алмай жатқанда, 2 ауысымдыны 1 ауысымға көшіру деген дүние ол қазір қиял ғана. Жақсы. Осы ретте, сіз мемлекет тарапынан мектеп жетіспеушілігі болып жатыр. Және жеке мектептер қазір көбейіп жатыр. Оған қуану керек, қуану керек. Бірақ осы бір мектептерде көбісінде бір базалық тұрғыдан, одан кейін мектептің базасы, спорт зал, баланың ойнайтын алаңының жетіспеуі, сыныптардың тар болуы, осындай бір проблемалар болып жатыр. Және бұлардың көбісінің құрылтайшыларына, басшыларына қарасақ, білім саласын тек мектеп бұл жақсы табыс әкелетін бизнес ретінде қарастырып жатқан адамдар өте көп, және сондай мектептер өте көбейіп кетті. Осыған сіздің былай көзқарасыңыз қалай? Мемлекеттік тұрғыдан бұл енді мектепке лицензия береді ғой, беріп жатыр, бірақ бір осы дүниелерге бір қарамайтын сияқты. Лицензиялаудың талабы бар бекітілген. Лицензиялаудың талабы бойынша берілетін болса, ол жерде бағанағы сіз айтқан дүниелердің бәрі бар, шешілген. Кейбір дүниесі, мемлекет мектеп жетіспеушілігін шешу үшін кейбір дүниені жалға алуға рұқсат берген. Спорт залды, асхананы деген сияқты жалға алуға рұқсат берген. Сондықтан бұл жерде мәселе жекеменшік мектептер бастапқы кезеңде солай келеді деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл жекеменшік мектеп деген дүние нарыққа келгені соңғы 2-3 жыл. Олардың нарыққа бейімделуі. Ертең бәсеке бар, ата-ана қарайды ғой. Мына мектептің спорт залы бар, асханасы керемет, демалатын орны бар. Мына мектепте жоқ. Онда ата-ана ананы таңдайды деген сияқты. Бұл бір. Егер біз бұған қазір жаппай жайлы мектептің стандартын қоятын болсақ, онда ол талапты орындай алатын мүмкіншілік жоқ. Білім саласына инвестиция тарта алмаймыз. Ал білім саласына бұл жайлы мектептің деңгейіндегі стандартты орындап келетін жекеменшік мектептердің бағасын халықтың қалтасы көтермейді. Қазақстанда ең қымбат мектеп жылына 15 миллион 300 мың теңге. Сіз бір жылға... Қай мектеп? Негізі атын атасақ қалай болар екен? Бином ол мемлекеттік жекеменшік серіктестікте салынған мектеп ол. Тамус бар, бізде. Ең қымбат мектеп QC. Қазақстан International School ма? Иә. Толықсан QC деп аталады. Астанада орналасқан. Жаңылмасам, иесі үнді. Директоры аустралиялық. Жылдық оқу қаражаты 15 миллион 300 мың. Одан кейін Хейлиберилер. Ағылшын мектептері. Жылдық қаражат 14 миллион, 13 миллион. Кезген қазақтың қалтасы көтере ме? Көтермейді. Онда ертең егер бағанағы бүкіл стандартты сол жайлы мектептің стандартын қойып тастасаң, тек осындай мектептер ашылады, және олардың құрылтайшылары шетелдіктер болады. Тек қалтасы көтергендер ғана оқиды. Ал Тамыз деп айтып отырсыз, отандық жекеменшік мектеп. Оның арт жағында құрылтайшылары кімдер? Марғұлан Сейсенбай бастаған адамдар. Жақсы. Енді қарапайым халықтың баласының қалтасы көтермейді, олардың да жылдық оқу қаражаты 8 миллион 9 миллионнан жоғары. Ал сіздердің мектептеріңізде қазір білімде қалай? Бізде бір жылдық ақы. Өңірлерге байланысты. Алматыдағы? Алматыда 1 миллион 200 мың, 1 миллион 100 мың. Айына 100 мың. Айына 100 мың шамасында. Оның ішінде тамағы бар, қосымша сабағы бар, киімі бар деген сияқты. Жақсы. Енді қазір білімнің басқа мектептерден ерекшеленетіндігі ол ұлттық бағытта, сіздер ұлттық лицей деген атаумен қазір ұлттық мектептер желісі деген мектептеріңізді дамытып жатсыздар. Енді сіздің басқа да бір нарықтағы бәсекелестеріңіз деп айтуға келетін шығар, мектептерде осы бір идеологиялық тұрғыдан бақылаудың жоқтығын мен байқаймын. Әркім өзінің ойындағы идеологияны мектептеріне жүргізіп жатыр. Осыны қалай реттеуге болады? Сіз де ойланып көрдіңіз бе осыған? Бұл жерде мен бір ғана дүние айтқым келеді. Мемлекеттік мектеп па, жекеменшік мектеп па, талап біреу болу керек.
бағдарламаға да, тәрбие саласына да, басқа да. Неге? Себебі мектеп жекеменшік болуы мүмкін. Бірақ ондағы бала жекеменшік емес қой. Иә. Бала мемлекеттікі. Бала осы мемлекеттің азаматы, немесе азаматының баласы деген сияқты. Сондықтан бұл жерде министрліктің тіпті мынандай өңірлер бар. Сендер жекеменшіксіңдер ғой, бізге қатысыстарың жоқ дейді. Қарайтын білім Иә. басқармалары мен дарындар бар. Мысалы біз кей облыстарда кәдімгі олимпиадаға қатыстыра алмай баланы шаршаймыз. Сендер жекеменшіксіңдер ғой дейді. Иә. Біз жекеменшікпіз, онда баланың құқы тапталады ғой сендердің олимпиадаларыңа. Не үшін қатыспау керек? Ал басқа идеологияда тәрбиелегісі келетіндерге бұл Бар ондайлар, иә. орай. Мгм. Мен бір нәрсені айттым да, 730-дан астам жекеменшік мектеп бар ма қазір? Қаншасы тек қазақ тілінде екен? Мгм. Иә, Деген тіл ол енді бір көзге көрініп тұрған проблемасы, Көрініп иә. тұрған, беріп көрініп Одан- тұрған. Ал қаншасы қазақстандық оқулықты қолданады екен? Иә. Қаншасының құрылтайшысы Қазақстан азамат екен? Иә. Бұл сұрақтардың бәрі. Қазір мен бір ғана нәрседен қорқамын. Біздің осы білім саласына ертең мектеп ашып, шетелдік идеологияны жүргізетіндер қаптап кете ма деп қорқамын. Иә. Тіпті бір мектепте 2-3 жыл бұрын шу шықты, шетел азаматы сабақ берген. Ол шетелде педофилиямен сотталған адам деген. Атақ Алатаудай мектеп. Факты. Бар, иә? Факты бар. Мгм. Интернеттен ақтарсаңыз табасыз. Мгм. Шетелдік мектеп. Мгм. Жылдық қаражат өте жоғары мектептің біреуі. Иә. Қазақстан Енді нарығында осы ретте бір 5-6 жыл жұмыс істеді. заңды сұрақ туындап тұр, иә. Министрлік тарапынан, мемлекет тарапынан белгілі бір бақылау нормасы керек идеологиялық тұрғыдан. Бақылау нормасы бар. Бар, иә, бірақ жүзеге аспай ма ол? Шамасы жеткен тексерілді. Шамасы дейсің. Мысалы мен енді жаңағы ол сіз айтып отқан енді үлкен айналымы бар мықты мектептерді, оған иә кез келгеннің тісі батпайды деп айтып отырсыз. Онымен келсем. Бірақ қарапайым мектептердің өзінің тексеру жоқтығын мен көрдім. Қарапайым мектептердің тексеру жоқтығы бізде 23 жылдың соңына дейін бизнеске мораторий болды ғой. Мхм. Соған байланысты жоқ болды. 24-тен бастап жекеменшік мектептерге өте тексеріс өте қатты Жақсы. жүріп жатыр. Мхм. Бірақ бәрі қағаз жүзінде тексеріс. Енді сіз Мысалы, қағазын қанттай қылып қой. Мына жақта не істеп жатқанға Иә. Мысалы енді ол тексерісте пайда жоқ. бұл жерде белгілі бір адамдардың топтары ренжуі мүмкін, иә, маған. Мысалы, Берікбол осындай бір провокациялық сұрақ қойып отыр деген сияқты. Бірақ мені де алаңдататын дүние, мысалы, біз жұма намазы деп айтайықшы, жұма намазында Қазақстан бойынша барлық мешіттерде оқытылған бір уағыз бар ғой, мәтіні бар, ұсынылады деген сияқты. Дәл осындай сияқты бұдан да маңызды дүние ғой білім саласы. Бірақ білім саласындағы идеология, жаңағы сіз айтасыз ғой, баланы әрбір пәннің сағатында тәрбиелеу керек деген сияқты. Бірақ бізде оның тәрбиесінің белгілі бір методикасы, нақты стандарты бар, иә? Бар. Бірақ қолданбайды. Тәрбиенің де стандарты бар, бағдарламаның стандарты бар. Бірақ мемлекеттік мектептердің ішінде қазақстандық оқулықтар тартпаға салып қойып, жұрт келген кезде, тексеріс келген кезде көрсетіп, басқа уақытта Ресей оқулықтарымен оқытатын мектептер де бар. Мемлекеттік мектептің ішінде. Мен жекеменшікті айтпай қояйын. Жақсы. Енді мемлекеттік мектептердің ішінде Путиннің Украинаға соғыс ашқан кезіндегі соны дәріптеп, диктант жаздырған мектептер де бар. Қырымға бала жіберген шу болды ғой. Иә. Мемлекеттік мектеп. Енді жаңағы жерде мен екі проблеманы көтергім келіп отыр. Негізі екі мәселе ғой. Мысалы, жаңағы өткен жылы бір хиджаб кию мәселесі талқыға түсті оқушылардың. Одан кейін ата-аналар балаларын жібермей қойды. Оларды жеке мектептер қабылдап бастады. Иә? Осындай факты бар. Және бұл жерде былай қарасақ, министрліктің заңын орындамай отыр деген дүние шығады. Енді екінші кезекте сұрақ, олардың құқығын қорғау мақсатында неге осындай бір өзіндік сенімі бар хиджабтағы адамдардың мектепке жібермеді?
осылардың құқығы тапталып жатқан жоқ па осы жерде? Оларды оқытпау арқылы деген сұрақ туындайды. Былай ғой, егер біз құқықтық мемлекет болсақ, онда заңдық мемлекеттің ең жоғары органы бекіткен заңдармен салалық министрліктер бекіткен бұйрықтарға бағынуымыз керек. Егер құқықтық мемлекет болса, Иә. Конституцияда біз құқықтық мемлекет Иә, ретінде иә. орын тұтатынбыз. Ол кезде онда біз сол құқықтық норманы бекіткен кезде бұл мәселені ойлануымыз керек. Жалпы заңдық нормалар адамның құқығын шектеу ме әлде құқығын қорғау ма? Мемлекет дамыту ма, дүние ме деген сияқты. Осы ситуацияға сіз қалай баға бересіз? Ол құқығын шектеу ме әлде? Мемлекет өзін қандай деңгейде орнықтырады деген. Егер мемлекет, Біз енді толеранттылыққа ұмтыламыз ғой. Толерантты қоғам құруға. егер толеранттыққа ұмтылсаң, мен ойлаймын, кез келген уақытта біз ортаны ұстауымыз керек. Әсіре діншіл емес, Мгм. әсіре дінсіз емес. Дінсіз Былай емес. айтқанда, ЛГБТ-ның деңгейіне кетіп қалатын. Ертең мыналар рұқсат берсең, мыналар да менің құқым деуі мүмкін. Иә. Хижаб рұқсат берсең, чортикке рұқсат бер деуі мүмкін. Бере аласың чортикке? Екеуі салыстыруға келмейтін сияқты көремін мен осы жерде. Жоқ, мектепке екеуімен де жүре беруге рұқсат ба? Жоқ. Енді Сондықтан мен- шорты ол киім, былайша енді мектептің киім кию әдебі бар. Онда мектептің киім кию әдебін бұзбасын, болды. Менің нормамда Дұрыс, иә? мектептің киім кию әдебін бұзбасын. Мектеп қатаң, бірыңғай мектеп формасымен болсын. Мгм. Енді мен 15 жылға жоқ мектепте жүрмін. Мектепте балалардың материалдық шарт жағдаймен жарысы, киіммен жарысы, әртүрлі көп. Иә. Егер бетімен жіберсе, Бәрі, иә. Неше түрлі неше киім, түрлі бренд киеді. брендпен жарысады. Онсыз да қазір мектепте балалардың телефон жарысы онсыз да бар. Иә. Халықтың бағанағы шарт жағдайы қарасаң көтермейді, бірақ мемлекеттік мектепте мен енді 3 жыл басшы болған адаммын ғой. Иә. Мемлекеттік мектепте, қаланың ең шетіндегі мектепте басшы болдым мен. Сол мектепте 70% баланың деп айта аламын мен, қолында айфонның ең соңғы моделі жүреді. Бірақ сол айфонның ең соңғы моделін ұстаған баланың ата-анасы тамызда мемлекет беретін 40 мың теңге жәрдемақыға құжат өткізеді. Қолында 700 мың теңгенің телефоны бар баланың ата-анасы. Енді осындай парадокстарды сіз ойлап көріңіз. Неге ол жерде бала ата-ана бай болып жатқаннан алып беріп жатқан деп ойламаймын мен. Жарыс. Баласының көңілі үшін, Иә, жарыс үшін. баласын. Ертең дәл сондай жарыс мектепте киім жарысы. Иә, осы ретте жаңағы заңды сұрақ туындайды да, жаңағы айтып отқан. Менің таныстарым бар, мысалы, жаңағы 5-6 миллиондық жеке мектепке беруге өздеріне мақтаныш сезінеді. Мысалы, жарысады. Осындай да бір тенденция бар. Иә? Бар. Өйткені балаларын ағылшынша оқыту мода, баласын орысша оқыту мода. Бізде қазақ болудан басқаның бәрі мода деп күлемін жалпы. Бізде қазақ болудан басқаның бәрі. Қазақша сөйлеу мода емес. Иә. Өзіңіз де бір сұхбатыңызда айтасыз. Негізі оны көп жұрт айтып жатады. Мына өңірлерде әсіресе мектепке жұмысқа кіру үшін жемқорлық фактілері көп кездеседі екен. Енді осы дүниені алдын алу үшін не істеуге болады? Былай, жас маман. Мысалы, мен айтайын, мен жас маманмын. Мен бір мектепке барып тұрмын. Маған директор осынша айтты. Бірақ мен ол жүйеде әлі мен жұмыс істеп бастаған жоқпын ғой. Осындай жас мамандарға қалай кеңес береріңіз? Ығына жығылып кетуді ма, әлде басқалай әрекет етуді ма? Мен бір ғана нәрсе, жемқорлық беретін адам бар кезде алатын адам табылады. Егер адамдар беруге бейім болса, мен айтамын, миллион теңге беріп жұмысқа тұру, 500 мың теңге беріп жұмысқа тұру, ол құлдықты сатып алу. Мысалы, сен миллион теңге беріп жұмысқа тұрдың, ол миллион теңге сенің неше айлық айлығың. Иә. Онда сен сонша тегін істейсің дегенсіз ғой. Тегін істеу құлдық па? Құлдық. Сондықтан адамдар құлдыққа түсу екенін мойындаған кезде бермей өмір сүру, табысқа жетуді қолдаған кезде қоғам өзгереді. Келсем.
келісемін. келісіңіз. Енді дәл қазір біліміңіз жетіп тұрса, бермей жұмысқа тұру өте жеңіл және мүмкіндіктер жеткілікті. Барлық өңірлерде. Барлығы. Ең қатты жемқорлық болып саналатын Түркістан облысы, Қызылорда облысы, енді түсінікті. Қалай жүзеге асырылады? Қазір жекеменшік мектептер ашылып жатыр. Жоқ, мемлекет мектепті айтайықшы. Мысалы мен Неге сіз айтып отырсыз. жекеменшік мектептен қашу керек? Жоқ, қашпаңыз. Мен сізден түсінемін. Қараңыз. Қызылордада, мысалы, тек қана Қызылорданың қаласында ғана жеке мектеп бар. Мәселен, аудандарының кейбірінде жеке мектеп жоқ. Кадрларды, мектептерді мұғалім таппай қалатын жағдайға мәжбүрлеу керек. Иә, келісемін. Таппай қалды. Қыркүйекте таппасын. Іздеп жүріп алып келеді. Таппайды қайтеді. Келісемін. Енді Айша мырза. Ешкім ақша бермейтін болса, таппайды. Мысалы, менің Қызылордада мектебім бар, Иә. былтыр 300-ге жуық адам конкурсқа қатысты. 36 мұғалім қабылдады. Талай мұғалімдер сөз айтты. Мен ана мектепке беріп қойып едім деген мұғалімдер болды. Сіздің тегін алатыныңызды білсем, сізге келетін едім. Биылда бізде оқушы саны көбейіп жатыр. Бізде қосымша конкурстар ашылды. Енді Айша мырза, мен сізді түсініп отырмын да. Мен айтып алайын. Менің ең қарным ашатыны, білесіз ба? Біз мемлекеттік мектептен 10%-ға жуық жалақы жоғары төлейміз. Мемлекеттік мектепте, мысалы, 500 мың алған адам, бізде 550 мың алады. Мемлекеттік мектепте 300 мың алған адам 330 мың алады деген деңгейде жоғары төлейміз. Бірақ өкінішке орай біздің талаптан өтетін кадр таппайды. Жаңағы сұрақты мен нақтылайын. Сізді мен түсінемін де. Сіз өзіңіз кәсіпкерсіз. Қазір кәсіп жасап жүрсіз. Сондықтан белгілі бір деңгейде ақшадан таршылық болмауы мүмкін, иә, сізде. Бірақ мысалы, мен де жас маман болдым. Бір ауданда тұрған адам, иә, ауданда. Ол егер осы қыркүйекте, тамызда бір мектептерге құжаттарын тапсырады, егер ол осы жолы қабылданып кетпесе, ол бір жылын босқа жіберуі мүмкін. Және ол ата-анасына, үлкен ата-анасы бар деген, соған қарау үшін басқа қалаға бара алмауы мүмкін. Өйткені мен сізбен келсем, Алматыда таңдау өте көп. Біз Алматыда мысалға жемқорлық фактілері өте аз ғой. Өзіне, сізбен осы жерде келсем де, өзіне сенімсіздер ғана Алматыда пара беру мүмкін. Мақтылар таңдап жүріп. Директорға шарт қойып тұр. Ал аймақтарда олай емес. Аймақтарда сол дүниені қалыптастыру үшін қандай кеңес бересіз? Жоқ, қандай кеңес бересіз? Оларда бір ғана дүние. Заңдық құқықты тұрғыда әрекет ету, дауласу, сотқа беру, шағымдалу, диктофонға жазып алып, сұраған кезін сотқа беру, одан басқа жол жоқ. Әділеттікке жету. Өйткені күрессіз әділетке жету мүмкін емес. Әділетті біреу әкеп бермейді. Маған енді мектепке жұмысқа тұрғалы 15 жыл болса, соңғы 10 жыл мұғалімдердің құқығын қорғап айналысып жүрміз ғой. Мұғалімдер былай хабарласады да, мысалы. Мына мәселемді шешіп беріңізші, директор ақша жинап жатыр дейді. Аты жөніңізді, директордың аты жөнін, мектебіңізді беріңізші десең, атымды атамай ақ қойыңызшы. Атыңды атамайсың. Фактіні көрсетпейсің. Онда ешнәрсе дәлелдей алмайсың. Сонда қалай шешесің ол мәселені? Сен қолыңда сиқырлы таяқ жоқ қой. Көрсетесің, бәрін дәлелмен, керек болса, чектердің скринімен көрсет, соттас, жең. Күрессіз, мен атамай ақ шешіп беріңізші, менің атым аталмай ақ қойсыншы, жоқ, істей алмайсың. Дұрыс айтасыз. Өзіміз енді жас маман болдық, пәтерден пәтерге көштік, бала шағамызды көтеріп жүріп пәтерден пәтерге көштік. Менің бір бұл нәрседе неден шығып отыр? Менің бір жолдасым болды, мектепті алтын белгімен бітірді. Өте білімді жігіт. Кейіннен бір кішкене мамандығын қате таңдады да ол. Сол кезде айтатын мен, сен мұғалім болу керексің, мектепке бару керексің. Сонымен сол менің кеңесіммен екінші білімді алып, мектепке барды. Сол кезде мен кейіннен сұраған кезімде бермеске қоймады деген дүниені айтты. Сол кезде мен бір ішім ашып кетті да, неге бұлай? Неге осылай жасауға? Қоғамда жемқорлыққа төзбеу мәдениетін қалыптастырмасаң, мүмкін. Осыны айтып келіп отыр. Мүмкін емес. Сізбен келсем. Мүмкін емес. Бағанағы пара беру, құлдықты сатып алу екенін түсінбесе, 90 сылтау айтады. Келсем. Тіпті бізде қай молда, бір молда пара берудің өзін ақтап отырған уағызды көрдім мен.
Жаған тұстан. Иә. Егер отбасыңды асырау үшін болса, пара беруге болады дей ма, бір бәле дейді да. Кейде бір ағысқа қарсы жүзу керек дейсіз ғой осы ретте. Ағысқа қарсы жүзбесең мүмкін емес. Мгм. Ағысқа қарсы жүзіп өмір сүруге болады. Менің түсінігімде мына параны Мен кім елдің береді бәрін деген диссидент болып кетуге мәжбүрлемеймін. дұрыс айтасыз. Бірақ Құқығын талап ету. принцип адамда ұстаным болу керек қой. Мен осы пара беру мәселесіне келгенде параны кім береді деген сұрақ мазалады да мені. Сонда мен ойым, жауабым, параны өзінің потенциалына сенбейтін адам береді екен. 90%. Иә, мысалы анау айтады ғой, таудың басына өрмелеп жыланда шығады, ұшып қыранда шығады деген сияқты. Мысалы, осы жерде өзінің потенциалына сенбейтін адам солай біреуге беру арқылы, біреуге жағыну 500 арқылы. мыңды 1 миллионды 2 миллионды біреуге бере салу деген. Қалай енді? Түсіндім. Енді сіз өткен жолы жеке мектептердің басшыларымен бір кездесіп, тренинг өткіздіңіз, сол тренингтің мақсаты қандай болды сізде? Мен бағанағы қазақ тілінде мектеп ашатын адамдарды көбейткім келеді. Көмектескім келеді. Өйткені білім саласын бағанағы QC сияқты шетелдік инвесторлардың жаулап алғанды ұлтшыл азамат ретінде мен елестете алмаймын. Идеологияның ертең қалай болып кететінін, бір мектептен ағылшынша тәрбиеленіп шығады, бір мектептен еуропаша тәрбиеленіп шығады, бір мектептен діни концепциямен тәрбиеленіп шығады, бір мектептен ұлттық концепциямен тәрбиеленіп шығады. Сонымен ертең қоғам ала-құла болса, қоғам бірлігін қалай жасаймыз? Расымен алаңдайтын дүние. Айбек Қалиевтің айтыста айтқан бір сөзі бар ғой. Ұруың кім деп сұрайтын қазақ едік, дінің кім деп сұрайтын күйге жеттік деп. Сол сияқты ертең қай ұстанымдасың? Сен трансқа қалай қарайсың? Белгілі бір деңгейде ЛГБТ-ға қалай қарайсың? Жалпы мен мысалы КТЛ мектептері бар ғой, биыл мектептері. Білім сапасына мен өте бір риза боламын. Мықты. Бірақ осы мектептерде жаңа сіз айтып отқан сенім тұрғысынан белгілі бір идеология бар дегенді айтады. Бар. Тәрбиелік тұрғысынан. Ол жақсы, жаман. Қазірге ашық жамандық көрініп тұрған жоқ. Көрініп. Иә. Оның енді ең соңындағы мәселе енді 2016-дағы Түркиядағы оқиға Қазақстанда қайталану мүмкін ба, мүмкін емес па деген дүние ол басқа. Түпкі ойын білмейміз дейсіз. Оны білмеймін. Ұзақ. Сондықтан мен қазақ түркілесилерінің Қазақстандағы ең мықты мектеп екенін мойындаймын. Мен мектеп мойындайтын 3 мектеп бар өзі. Қазақ түркілесилері, Назарбаев зияткерлік мектептері, республикалық физика математика мектептері. Жәутіктің Астана Алматы филиалы. Енді бірақ бұл да Қазақстанның 1% баласы оқиды. Яғни Қазақстанның 1% баласы ғана сапалы білім алып жүр. Енді YouStudy'ге келсек. YouStudy қазір біліктілік арттыру тестін және ұбт-ны өткізеді. YouStudy өткізетін тест көп. Иә, көп. ұбт бар. Енді біліктілік арттыру тесті бар, магистратура бар, докторантура бар. Сіз бір сөзіңізді айтасыз ғой. Аймағамбетовтің тұсында осы тест саласын былай өте жақсы, 100% деңгейге жеткізді деген нәрсе айтасыз. Мысалы мен кейбір адамдардан естимін, осы YouStudy'дің өңірлердегі филиалдарында ақша беру арқылы тесттің нәтижесін жасап беру деген сияқты фактілер кездесті деп айтады. Соңғы жылдар кездесіп жүр. Бұл рас, иә? Рас. Кездесіп жүр. Сол үшін YouStudy'дің біраз өңірлеріндегі қызметкерлерімен сот жүрді, YouStudy'дің үстінен сот жүрді. Соның кесірінен биыл қаңтар мен наурызда ұлттық бірыңғай тестті YouStudy өткізе алмай қалып, басқа жақта өткізді деген сияқты. Ол енді Дидар Смағұловтың еңбегінде қазіргі тест центрдің басшылығы оны соңғы тест центрдің басшысы кім екенін де танымаймын. Руслан Емелбаев кетті, Емелбаевтан кейін кім келгенін де білмеймін. Енді әйеке осы жерде сұрақ бар YouStudy'дің төңірегінде. Аймағамбетов, басқа да Аймағамбетов, қателеспесем 2021-де ма, 22-де ма осы YouStudy'ге балама жүйе мемлекеттік тұрғыдан жасауға талпынды. Бірақ сол уақыттарда YouStudy соттасты да. Иә, біз бірнеше миллиард теңге қаржы құйдық, бұл инвесторлардың ақшасын жоққа шығару деген дүние айтылды да,
соңынан тыныш қалды. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Жоқ, Мысалға, бұл жерде жүйе ғой бұл жерде ше. мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің келісім шарты. Аха. Мемлекеттік жекеменшік серіктестікпен келісім шартқа қол қойып қойды ма? Одан кейін амал жоқ, келісім шарт орындалу керек. Ал енді жаңағыдай фактілер болса ше. Онда сол келісім шарттың деңгейінде ол фактілер орын алса, келісім шарт бойынша қандай жаза тағайындалған? Келісім шарттан бас тарту бар ма? Сондықтан бұл жерде мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің келісім шартын көрмегеннен кейін сен мен ештеңе айта алмаймыз. Мысалы сіз былай техникалық тұрғыдан былай осыған қызығушылық танытып көрдіңіздер ба? Мәселен, енді бәріміз онлайн сайттар жүргіздік жобасын білеміз. Былай базадан, админдік базадан нәтижені бір белгілі бір секундта өзгертуге болады. Осы YouStudy'дің базасын солай өзгерту мүмкін ба қызметкерлердің? Мүмкін емес. Мысалға, кейбіреулер айтады, мысалға, біз тест тапсырып бітеміз, содан кейін нәтиже бүйтіп ұзақ тұрады дейді. Содан кейін барып, міне сіздің нәтижеңіз осынша болып шықты деп айтады. Жоқ, ол жерде енді хакерлік дүниелер көбінде басқаша жасалады. Сіз кіресіз, альтернативпен екінші басқа адам кіріп орындайды деген сияқты. Сол ғана, иә? Иә, сондай дүниелер енді. Ол жерде IT салатындағы мүмкіндіктер ғой, шығып жатқан дүниелер. Ол жерде шыны керек, мемлекеттік жекеменшік келісім шартта бұндай дүниелерге қандай тосқауыл қойылған деген дүние маңызды. Менің толыққанды айта аламын, ұлттық тестілеу орталығы өзі мемлекеттік деңгейде осындай дүние жасау керек еді. Кеш қалды, иә? Өкінішке орай енді беріп жерді ғой. Беріп жерді да. Қазір кеше осы YouStudy'дің құрылтайшыларын қарап отырған кезінде, біз мысалы ондай дүниені алып келіп, мысалы, мен Астанадан алғашқы офисын ашайын деп бағана талпынып жүргенде, Дидар басшы болып отырған кезде, мен Астанаға 280 компьютер әкеп қойдым. Компьютерлерін былтыр мектепке таратып жібердік деген санда. Өйткені кіре алмадық та. Биыл хабарласады, сіздерде бар ма сол компьютерлер? Ондай дүниені, менің ойымша, осылай, енді бұл өте бір маңызды дүние ғой. Былай қарасақ, ұлттық қауіпсіздік комитетімен тікелей байланыста жұмыс жасайтын осындай дүниелерді коммерцияға бермеу керек еді деген нәрсе бар. Негізі осы дүниенің өзі кемшілік сияқты үлкен, иә? Бұлай дүние ғой. Қай жетіскенінен ақын болдым, ол тойда менен басқа бет ашатын адам табылмады ғой деп дейтін бір неме бар ғой. Сол сияқты дүние ғой. Мемлекет қай жетіскеннен беріп отыр деп ойлаймын. Былтыр негізі бұлдай коммерциялық бағыт. Аймағамбет біраз талпынды, кедергілер болды, иә? Талпынды, істеуге тырысты, иә? Негізі істегенде бұл әлдеқайда жақсы болатын еді. Мәселен, істей алса. Қазір істей алса. сынама тесттің бағасы қанша? Қай сынама тест деген? Ұлттық бірыңғай тесттікі 1800 теңге ма? 1800. Онлайн, иә? Онлайн. Біздің кезімізде, мәселен, 250 теңге ма болатын, және кітап берілетін сол замандар. Енді баяғыда бір күйеу өстіп айтса, біздің кезімізде 600 мың теңгеді ғой деп айтты ғой, әйел сол сияқты ғой. Біздің кезде дейтін дүние қалмады ғой. Былай ғой, бағанағы жекеменшік мектептерінде нарықтың мәселесінде мемлекет қаптан тыс рұқсат беріп, бағанағы спорт залдарын жалдап, асханасы жоқ болса да жекеменшік мектепке рұқсат беруінің бәрі мемлекеттің мектеп салып үлгермеуінің кесірі ғой. Жаңа YouStudy'да тура сол да. Мемлекет ана қаржыны салуға мүмкіндігі болмады. Есесіне құрылтайшылар Бахрейден бастаған. Иә, кеше соны қарадым, құрылтайшылары бірнеше компанияға жасырылып барып, бірақ соңында белгілі бір 2 адамға ғана тірелді. YouStudy'ның басшылығы. Бірақ өте бір медийный адам емес, екіншісі, негізгі адамы. Инвестор болу керек солай. Миллиардер ғой. Миллиардер, иә. Бахрейден ғой. Бахрейди есімі ғой. Ұмытып қалдым. Жоқ, Бекетов Абдулхамид Дилмуратұлы деген кісі. Ең соңында тұр осы кісі. YouStudy'ның. Ауызша білмеймін, негізі қаржысы салған Бахрейден еді ғой. Түсінікті. YouStudy негізі ЖШС U Future, потом одан кейін Киком сервис, сол Киком сервистен кейін жаңағыдай адамдар болады екен. Бұған мемлекеттің қазір тісі батпай отыр, иә? Жаңағыдай фактілерді қалай шешіп жатыр деген сұрақ қой негізі. Кім жүзеге асырса да? Қазір соңғы кездер не кеткенін білмеймін. Өйткені
қазір басшысы кім екен де білмеймін шынымды. Мгм. Олжас Құсбеков кеткеннен кейін Олжас депутат болып кетті ғой, Мгм. бұрынғы басшысы. Мгм. Одан кейін қазір кім барған да білмеймін. Жақсы. Қазір тіпті ол қазір правоның да тестін алғысы келеді, өкілдің тестін алғысы келеді ғой. Жақсы. Енді Асхат Аймағамбетовке тоқталайықшы. Халықтың бір көңілі толған басшының бірі, министрдің бірі осы Асхат Аймағамбетов қой. Бірі мүмкін жалғыз да шығар. Иә. Асхат Аймағамбетовтың еңбегін атап өтуге болады. Енді осы Асхат Аймағамбеттің университеттердің лицензияларын алуы, кейіннен қайта ашылуы, иә? Ол министрлік бөліп алды ғой. Бөліп алды, иә. Сол үшін бөліп алды, иә? Сол үшін ғой енді. Оны мүдделік топтары жұмыс жасады деп ойлаймын мен. Жалпы білім министрлігін, оқу ағарту министрлігі және ғылым және жоғары білім министрлігі министрлігі деп бөлу қажеттілігі болды ма? болған жоқ ешқандай қажеттілік. Енді қажеттілік деп тапқандардың бәрі. Мен бөліне салған кезде сынап жаздым. Саясат ағам ренжіді. Мгм. Сізді қашан қай жерде қалай ренжітіп алдым деп есемше жетті. Мен айттым, мен сізге де басқа да емес. Мен министрліктің екіге бөлінгендігіне қарсымын. Мгм. Мысалға алады Түркияны алады. Мысалға алады Ресейді алады. Енді елестетіңізші, Түркияда қанша оқушы бар, қанша студент бар, қанша неме бар. Түркия 80 миллион жан сандық мемлекет. Ресей 150 миллиондық жан сандық мемлекет, тіпті 160 миллион. Бізде 20 миллион халыққа 2 министрлік құратындай. Мгм. Жоқ, ешқандай қажеттілік жоқ. Оқу ағарту министрлігі деп өзгертті. Бір 5-6 айдан кейін Аймағамбетті депутаттыққа ауыстырып жіберді, алып тастады. 7 айдан кейін. 7 айдан кейін. Депутат Аймағамбеттен гөрі министр Аймағамбетов әлдеқайда пайдалырақ болды деп айтасыз, иә? Пайдалырақ болатын еді деп. Болатын еді, иә. Өйткені енді ол менеджер ғой. Менеджер. Ол енді заң шығарушы органда жақсы заңдар шығарып жатқан шығар. Сол жерде де кәсібилігін көрсетеді ғой енді. Мықты адам қай жерде де мықтылығын көрсетеді ғой енді. Ол жерде де жұрттың біраз Былай қарап отырсаңыз, иә. бірақ менеджер Аймағамбетов мықты еді. Мемлекеттік қызметкерге, мысалы министрге осындай дүниені жасады деп риза болып жатқан біз ғана ғой негізі. Бірақ соның міндеті. Міндеті жасау, міндеті. Енді сөзсіз бұрын соңды, мысалы, мұғалімнің ең жоғарғы бал алған студенттердің, оқушылардың мұғалім болуы, бұл мәселе 2005-2006 жылдар көтеріледі. Қарапайым халық осының ішіндегі бір мамандар айтып жүреді. Мен бір ғана нәрсе. Сәрінжіптің алдына бардым. Осы мәселені. Мұғалімдарға түскендердің стипендиясы қарап басқа мамандыққа түскендерден жоғары болсын. Тартудың бір көзі болады деп. Сағадиевтің алдында көтердім. Аймағамбеттің алдында көтердім. Бірінші, екіншісі. Пысқырып та қараған жоқ. Үшіншісі орында. Ойлашы. Мәселе қоғамда айтылып жүрген дүниеге мән беру. Орыс тобы мен қазақ тобына грантқа түскендердің балының айырмашылығы шығады. Сондықтан ешқандай тілдік айырма болмау керек. Конкурсқа кім жоғары алса, сол түсу керек. Сол кезде әділеттілік болады дегенді. Тура солай Сәрінжіптің алдында, Жансейіт Түймебаевтың алдында, Сағадиевтің алдында. Мәселен, ОБУТ деген бір кездер үлкен бір дау болатын еді ғой, жыл сайын. Осы дүниені бір жылдың ішінде жүйелеп тастағанына мен іскерлігіне риза болдым. Былайша қарасақ, бұрын соңды бізде пікір болады. Кадр тағайындау ғой. ОБУТ-да Дидардың алдында екі басшы бірдей жемқорлықпен кетті. Суханбердиева жемқорлықпен кетті. Министрліктен Сағадиевтің тұсында, өзің білесің ғой, Сағадиев кеткен кезде министрліктен 10-ға жуық адам жемқорлық бабымен кетті. Министрліктің қармағындағы мекемелер басқан кезде. Дәл сөйтіп былығып ОБУТ-ның екі басшысы бірдей жемқорлықпен ұсталып тұрған кезде антикордың құрамында жұмыс істеп жүрген әкеп Дидарды қоя салды. Және оған ұлттық бірыңғай тестті түзету үшін мына адамдардан кеңес алсаң болады деп бейресми берді. Антикордың ізімен тазалап 2 жыл. Дидар Смағұлов сіздерден кеңес алды, иә? Өте тығыз бірге жұмыс жасады. Енді одан кейін жалғыз ОБУТ ғана емес, магистратураға түсуді, докторантураға түсуді реттеп тастады. Осы жүйені қалыптастырғанда мен риза болдым. Бірақ қазір
сол дүниелерге бір кішкене өзгерістер енгізіліп жатыр екен, тестілеу. Қандай өзгерістер? Сол докторантура бойынша Докторантура бойынша нақты білмейсің. білмеймін. Аха. Мысалы енді соны кезінде қалыптасқан бір екі өзгеріс туралы айтайыншы. Аха. Оқу ағарту министрлігі жағында оқушыны қаланың ішінен бір өңірде 90-ның үзілісінен басқа уақытта ауыстырмау туралы норма қойып тастады. Аймақ бүйтіп. Биыл оны алып тастады. Енді алып тастау қандай дүниені тудырады? Ол қай үшін, не үшін деген. Мысалы жекеменшік мектептер әр айдың 15 күні мемлекетке тізім өткізеді бізде оқып жатқан. Ал ертең қайтеді жекеменшік мектептер? Ана мемлекеттік мектептен баланы әкеледі да 10 күн тұрғызады да, ата-анасы да білмей қалады. Қайта өзіне жіберіп жібереді. Бұндай жемқорлық фактілері туады. Сосын жылдың соңғы 25 мамыр болса, 23 мамыр ауысып тұратын ата-аналар бар. Тәртіпке қабілет та, біз тәртіпті алдық та қайтадан бардагына жібердік. Мемлекеттік субсидия үшін дейсіз ғой. Иә. Біреулерге, ал мысалы бірінші сыныптың оқушы қабылдауын 31 шілдемен аяқтайтын қылып тастаған заңмен. 16-та 31 тамызға қайтадан сырғытып тастады. Министр қазіргі бейсенбай. Мысалы бұл нені келтіреді? 31 шілдеге дейін құжатын тапсырып болады жұрт. Тамыз бір ай. Мектеп директоры менің мектебіме қанша сынып келді? Оқулығын дайындайды, кабинетін дайындайды, мұғалімін дайындайды. Енді қазір қалада тамыздың соңында дейін бірінші сыныпта не жау ашылатынын білмей отырады директор. Сосын бірінші сынып қыркүйектің бірі басталып, не оқулық жетіспейді. Ал артық оқулық алып қойса, мемлекет қысады, сен неге артық оқулық аласың? Мемлекет қаржысын тиімді пайдаланбадың деп. Бұны қоғаммен талдап жазсаң көтеретін тақырып емес, түсінбейді. Басынан өткізген адам, директор болған адам түсінеді де бұл дүниелер. Ал осындай бардагын шығарады да, өкінішке орай. Қазіргі министрдің жұмысын сіз жақсы бағаламайсыз, Енді мынандай дұрыс жүйеге түскен дүниені құртып жатса, қалай дұрыс бағалайсың? Енді бұл кісінің тағы қандай кемшіліктері болып жатыр қазір басқаруда? Мұғалімдердің ассоциациясы 1,5 жыл былығып тұрды. Мысалы, сен сарапшы болғың келеді, бола алмайсың. Иә. Өйткені министрлік дайын емеспіз деп ойлады. Отырды. Былығып жатыр. Құжаты 2 реттелген жоқ әлі. Кім? Министр қайда? Өзі бар ма? Бұл жерде мен бір ғана дүние. Жұрт мен Аймағамбет мақтасаң, саған ренжуі мүмкін ертең. Ренжитіндер ғой. Бар. Өте қатты деңгейде. Пиар үшін істеді деп істей берсін. Главный жұмыс істесін. Ең басты жұмыс істеді ғой. Жұмыс істесін. Кешегі анау университеттер жауып тастаған, бүгін қайта ашылып мемлекеттік грант алып жатыр мысалы. Бірақ ол сол Аймағамбеттің кезінде де сол айналып өтті ғой. Атын өзгертіп. Регистрация жасап үлгерді ғой. Регистрация жасайды, қайтадан алады, қайтадан не қылады. Енді бұл жерде заңдық нормалардың дүниесі ғой. Қазір қайтадан қаптады. Мысалы, осындай дүниелер өте көп та. Білім беру бағдарламаларын жасату туралы өте үлкен жұмыс тобын құрды. Жасады. Жұмыс жасалды. Жоқ. Тағы бір дүние. Жұрттың ең көп сынаған дүниесі. 36 апта. 2 апта созу. Өте дұрыс шешім еді. Тағы қысқа еді, тағы 2 апта созу керек еді, 38 аптаға дейді. Неге дейсіз ғой? Сағадиевтің тұсында біз 6 күндіктен 5 күндікке көштік. Сол кезде сенбіден алып тастаған кезде бір жылда 34 оқу аптасы жоғалды. 34 күн жоғалды. Бірақ бағдарлама жеңілдеді ме? Жеңілдеген жоқ. Мазмұн азайды ма? Азайған жоқ. Енді 34 күннің тамағын басқа уақытта бөліп ішіп жүр ғой. Сол үшін, соны тоқтау үшін 10 күн қосты оқуға. 2 апта. Бәрі қарсы. Жұрт қарсы шықты дейді, алып тастайды. Қарсы шығып отырған кімдер түсінікті ғой. Мысалы, Аймағамбеттің де кей реформаларына адамдар жаппай қарсы шықты ғой. Бірақ ол тұрып берді, принципіне. Түсінбейді кейбір дүние. Мысалы, бағанағы дүние оқу күні, оқу күні мәселе. Әлемде мемлекеттер қанша күн оқиды? Орташа. 180-185 күн оқиды. Әлемдегі орташа оқу күні. Біз қанша күн оқимыз? 157-159 күн оқимыз. Мерекелер шығарып тастағанда. 365 күн бар.
Енді есептеңізші, Иә. 2 күн демалып, 1 күн оқисың. Иә. Мектебің 3 ауысымда. Жарты күн оқисың. Әлем, мысалы, Финляндияға бардық. Таңертең сағат 9-да жұмысқа оқуға шығады, сағат 6-да аяқтайды. Бір Енді сіз Ғани Бейсенбаевтың жаңағы отставкаға кетуін талап еткен адамдардың бірісіз, иә? талап етемін, әлі де талап еткім Әлі келеді. де талап етесіз. Жаңа оқу жылында жаңа министр көргім келеді. Аха. Бір дұрыс министр көргім келеді. Мгм. Қорықпай, жұрт сынаса да дұрыс шешім қабылдай алады. Бұл кісімен сіз министрлікке дейін жақсы қарым қатынаста болдыңыз ғой, Вице-министр болғанға дейін жақын қарым-қатынас. қарым-қатынаста болдыңыз. Қазір осы дүниелерді жеке отырып айтуға мүмкіндік жоқ па еді? Министр болғаннан кейін 1 аптадан кейін алдына бардым. Қабылдаған 2 шешімін сынадым бетіне. Қай шешімдерін? Бірі алтын белгі. Аха. Алтын белгінің мектеп бір емтиханын басқа жақта өткізу. Иә. Алтын белгінің қаптап кеткен. Басқа жаққа өткізу туралы Назарбаев зияткерлік мектебінің құрамында өткізу туралы шешім қабылдаған. Соны отказ берді. Сосын мен айттым, онда алтын белгі алып шығады, ұбт-тан 60 балл алады. Алтын белгіні. Не ұбт-мен дәлелдесін алтын белгіні. Не болмаса, емтиханы басқа жақта өтсін. Мгм. Осындай 1-2 дүниесін сынадым. Шығып және сынағанды пост жаздым. Білмеймін, содан кейін шығар жауап кетті. Ең алдымен мектептен жіберді, жұмыстан. Сосын ары қарай Қазбинге шабуыл басталды. Мгм. 1 жылда Қазбинге неше штраф төлегенін айтпай ақ қояйын. Не үшін? Тексерсін. Қандай заңды бұзып жатсыздар? Табады ғой. Мгм. Жақсы. Енді сол екі министрді біз қазір салыстырып отырмыз ғой бір-бірімен. Асхат Аймағамбетовтің саяси карьерасын қараған кезінде ол әкімдікте, иә, сондай университеттен бастаған, солай жұмыс істеген, бірақ бір коммерциялық мемлекеттік коммерциялық бағытта жұмыс істейтін ұйымдарда жұмыс істемеген екен. Енді Ғани Бейсенбаев ол бізде оқулықты, одан кейін Ыбырай Алтынсарин академиясын 8 айдан басқарған. Енді осы ұйымдар туралы қоғамда белгілі бір деңгейде сын бар, иә? Енді ол ұйымдарды басқарды деп айту қателік болатын шығар. Ол ұйымдардың басшылығын баспалдақ етті деп айту керек шығар. Өйткені жеке компанияның директоры болды. Жеке компанияның директорлығынан оқулықтың орталығының директоры болды. 8 ай отырып Алтынсаринге секірді. 8 ай отырып вице-министрлікке секірді. 8 ай отырып министр болды. Только баспалдақ болды. Бүрліп шығуға баспалдақ. Енді Айке, негізгі сұрақтардың бірі, проблемалардың бірі деп ойлаймын мен бұл нәрсені ше. Сіз де өзіңіз айтасыз ғой бір сұхбаттарыңызда. Бізде марапаттар көбейіп кетті деп, иә. Бірақ екінші тұста бар, иә. Марапаттар алмай қалып жатқан адамдар бар. 25-30 жыл еңбек сіңірген адам ең соңында ешқандай бір рахметсіз, иә, жаңа мемлекеттің тарапынан сыйлық албай, сыйлық дегенде бұл жерде жаңа орден марапатты айтып отырмын. Әйтпесе бізде еңбек ерін кешегі 25-30 жастағы балалар алып жатыр ғой. Осы бір әділдік па? Осы жүйені қалай реттеуді сіз қарастырар едіңіз? Ол жерде біздің қазіргі министрліктің қателігі оны бір категорияға байлап тастау ғой. Категориясы да жоғары. Категорияға байлап тастау. Аха. Категорияға байлап тастау қателік. Ол категорияға байланатын дүние емес. Марапат ол бөлек дүние. Марапаттың нақты критерийлері болу керек. Екінші бір дүние бар да. Екінші критерийлерін жасағаннан кейін оны атқарушы. Көпті мен айтамын да, заң бар, бірақ атқарылуы деген дүние басқа дүние. Өкінішке орай. Сондықтан бұл жүйені жасаудың атқаратын органның, мысалы мектептің марапатқа ұсынған кезде әдістемелік және педагогикалық кеңесі бірігіп ұсынады ғой негізін марапатқа. Оны отырып алады, директор өзі шешіп, мына жақта қағазын қатитып қойып қояды. Енді ол жерге сен қандай норма шығарып берсең де бәрібір. Солай ойлайсыз, иә? Ол жерге, егер сен бұл жерде былайда кәсіби адалдық, бәсекелестік болмаса, мектептің, мен айтам, тыңдаған шығарсыз, бір сұхбатымда айтам да, министрлік супер заңдық норма қалыптастырса да, мектептің директоры дұрыс болмаса, іске аспайды. Енді соған бола қаншама адам іске аспайды. Енді қараңыз, мен сізбен осы жерде келіспеймін, мен мынандай бір ұсыныс айтар едім. Менің ойымда жүрді да. Мәселен,
ә, білім саласына 30-40 жыл ғұмырын арнау деген ол оңай дүние емес қой. Сіз 30 жыл оңай адам мектепте жүрмейді ғой, иә. Онымен келісетін шығарсыз. Иә, білім деңгейі жаңағы деген сияқты. Бірақ мен ойлаймын да, осындай бір 40 жыл, 30 жыл немесе 35 жыл осындай бір норма қою керек те, тек қана мектептегі жасаған еңбегі үшін ол бір марапат. Сосын мектептен осындай нәтижеге жеткені үшін міндетті түрде, міне, білім беру саласы үздігін мына пәннің мұғалімі кемінде 15 жыл тәжірибесі болу керек, кемінде республикалық олимпиадаға 2 оқушы дайындау керек, кемінде мынандай оқулықтың авторы болу керек деген сияқты нормалар болса. Жоқ, ол норма болу керек. Ал тек қана стажға байлап қоюға мен қарсымын. Тек стажға байлап қоюға. Иә, стажға байлап қоюға мен де қарсымын. Бірақ дегенмен жаңағы дүниені. Екінші бір дүние бар ғой. Кейде бір марапат деген дүниеден бар ғой. Қашығырақ жүрген де бақыттырақ та. Әлі есімнен кетпейді, осы 2016 жылдар ма? Парламентте Бауыржан Момышұлына халық қаһарманын беру туралы бастама көтеріліп, жарты депутат қарсы болды. Сол кезде қарсы болған бір депутаттың маған уәж ұнатты. Мен қарсымын дейді. Егер Бауыржанға халық қаһарманын берсең, онда халық қаһарманы берілген бір адамнан алып тастаңдар дейді. Халық қаһарманы атағы бар бір адамның атағын алып тастаңдар, содан кейін барып Бауыржанға беріңдер. Бауыржанда барып аналардың деңгейіне түсіресіңдер дейді. Мен де кейбір марапатты солай қараймын. Мысалы, бір марапаттарды кім алмады деген. Мен өзім алған бір марапатты айта салайыншы. Қалғалғыс деген медалды алдым. Жарайды, олар енді. Қалғалғыс деген медалды алдым да. Алдым деп айтудан жұрттан ұялып. Енді Айеге қараңызшы, менің бұл жерде тек қана ертең алтын сарин деген. Мен осы алтын сарин өте биік қоятын қазақпын. Алтын сарин деген медалды, алтын сарин деген қазақтың маңдайына біткен бір чоқ жұлдыздың атындағы медалды алдындағы баланы дұрыс оқытпай, қаншама адамның тағдырын ойрандаған топас мұғалімнің тағып алуына қарсымын. Алып кетіп жатыр ғой дәл қазір. Алып кетіп жатыр. Иә, соны дұрыс жүйелеудің нормасы жоқ қой. Аймағамбетов соған кеш қалды ма деп ойлаймын. Нормасын жүйелесең де директор айналып өткісі келсе, бағанағы дүниенің бәрін жасай алады. Өкінішке орай. Мен бұл мәселелер екінші, үшінші, төртінші мәселелер еді деп ойлаймын. Аймағамбетов одан да маңызды дүниелерді істесе, одан да маңызды дүниелерді жасап үлгерсе, қуанар едім. 30-40 жыл бойы өмірін педагогикаға арнады. Нағыз ұстаздар бар ғой. Нағыз ұстаз ба? Солар алмай кетіп жатыр ғой. Оларға нағыз ұстаз ба? Олар күтпейді. Иә? Күтпейді. Түсініп тұрмын ғой. Керек те емес. Күтпейді. Олар үшін, мен үшін, мысалы, мен 15 жыл педагогикада жүрмін. Соңғы директорлық кезімді алып тастасам, алдыңғы бір 7-8 жыл таза мұғалім болған кезде қазір күтпейді. Әр жерде жүрген, мен халықаралық олимпиададан чемпион болған, республикалық олимпиададан чемпион болған оқушыларым мен үшін жетістік. Мен үшін жазып шыққан оқулықтарым мен үшін жетістік. Ол менің қолымдан бағана маған кеудеме таққан халық алғысынан әлдеқайда баға. Сіз қазір 40 жастасыз, иә? 37-демін. 38-ге енді шығамын. Сіз 70-ке келгенде ойыңыз өзгермей ме? Өзгермесе екен деп Құдайдан тілеймін. Лайықсыз адамға беріліп жатыр да, бірақ лайықты адамдар өмірінің соңында, мысалы өмірінің соңында деп айтпай қояйықшы, еңбек жолының соңында ешқандай марапатсыз кетіп жатыр. Осы бір әділетсіз ғой деген дүние алып жатыр. Әйтпесе мен де білем. Мен біразын жиып алса, мысалы, мәдениет саласының үздігі қазіргі 5-6 күнгі қамал, 10 күнгі қамалып жатқандардың кеудесінде де бар ғой, мысалы. Иә. Кеше ұшақта мода шығарып жатқандардың да. Солардан жиып алса, сосын біреулерге берсе, мысалы, Еркін Шүкіманның кеудесінде тұрған медалдың, панограммамен ән айтатын біреудің кеудесінде тұрғанын елестетудің өзі тең қоюда. Мен мұғалімдердің марапат құмар болмауын Құдайдан тілеймін. Жақсы. Өйткені мұғалім марапат құмар болса, дәл өз сияқты оқушылар біледі. 28-30 жастағы журналист ерен еңбек медалін алып жатыр. Ал сол ретте 40 жыл
бүкіл өмірін шын мәнінде мектепке арнаған педагог, нағыз ұстаз ең соңында марапатсыз кетіп жатыр. Әділетсіз емес пе деген сұрақ мені мазалайды. бұл барлық салада бар ғой, бағана журналист алып жатыр дейсің. 30 жыл 40 жыл бір ауданның газетін сүйреп жүрген нағыз талантты журналист алмауы мүмкін. Осы дүниеде бір дұрыс реттейтін механизм болса, иә? Марапаттың механизмі жоқ, иә. Дұрыс реттейтін. Марапаттың механизмі таныс білістің механизмі. Иә. Директордың аудандық білім бөлімінің көңілін тапсаң, қарсымын да. аласың. Марапат қазір бір жұрттың аузын жабу үшін беріліп жатқандай көрінеді. Ертең бүкіл сол сен сынама ешкімді. Біз саған марапат береміз. Білім беру саласындағы олай емес, бірақ білім беру саласында көңілінен шыққан адамның, ығына жығылған, көңілінен шыққан. Оқулық мәселесі бойынша, сіз жаңағында жүйелік тұрғыдан қателіктер бар деп айттыңыз, Оқулық жазудың жүйесі қате. Баспалар тек кітап басып шығарумен айналысу керек. Олар араласпау керек. Оқулық жазу министрліктің Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясының құзыретінде болу керек. Және автордың жалғыз жұмысы, негізгі жұмысы оқулық жазу. Қазір оқулық жазу автордың қосымша жұмысы. Және әр автор әр жерде жүріп оқулық жазады. Мысалы, химияда 4 автор ма? 4 қалада отырып, біреу мектепте сағып беріп, біреу университетте сағып беріп жүріп оқулық жазады. Қосымша табыс көзі. Бұдан сапалы оқулық шықпайды. Бұлайынша сіз шешімін ұсынып отырсыз осы жерде, Ұсынып отырмын. Нақты. Нақты шешім бар, яғни мектеп программасын бір ғана мемлекеттік мекеме, яғни сіз айтып отқан Ыбырай Алтынсарин атындағы мекеме жазуы керек, бірақ мемлекеттік сатып алу арқылы оны басып шығаруды әртүрлі баспаға беру керек. Жалғыз ғана шешім. Яғни баспаларды ренжітпейміз. Барлық миллион дананы тек қана атамұраға бермейміз. Біз оны бөліп, әрқайсысының техникалық жағдайына байланысты бөліп береміз. Бұлайша өте әділетті шешім. Бұл жерде мемлекет оқулық жазудың концепциясымен Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясының оқулық ғылыми практикалық орталығының жұмысын қайтадан үйлестіріп құрып шығу керек. Міне, бұл 10 адам бірігіп математиканың оқулығын жазады, бірінші сыныптан 11 сыныпқа. Мына 10 адам физиканың жазады деген сияқты. Енді дәл қазір ол күнделікті таңертең сағат 8-де шығады, 9-да жұмысқа шығады, 6-да қайтады, оқулығын жазады, дизайнердің қасында отырып суретін сызғызады деген сияқты тірлікпен айналысады. Қазір бізде былай дейді, әртүрлі баспа, олардың өзінің авторлары бар, жұмыс жасайтын. Олар кітап жазады, соны бекітеді де, сосын шығарады дейді. Сосын өткен жолы бір студентім маған айтады, ұбт тапсырған. ұбт-да біз әртүрлі кітаппен дайындалдық. Себебі кейбір жылдар деректер мына кітапта басқа, мына кітапта басқа дейді. Осындай проблема бар әлі күнге дейін. Бар. Өйткені мен айтып отырмын. Кейбір оқулықтарды шыны керек копипастпен қойып шығады. Кейбір оқулықтар ресейлік оқулықтарды аударып қоя салады. Өйткені негізгі жұмыс емес қой оның. Саған бір арасында бір мақала жазып беріп тұршы дейтін сияқты дүние. Негізгі жұмысың басқа жерде сабақ бересің, табысың жүріп. Айге енді сізден ең соңғы сұрақтардың бірі, жаңа мектеп мәселесін айтып жатырмыз ғой. Ұстаздарға беретін кеңесіңіз, жас ұстаздарға беретін кеңесіңіз, және ұстаз қандай болу керек? Ұстаз ізденімпаз болу керек. Өз ісінің фанаты болу керек. Мен сондықтан да айтам, ұстаздық, мұғалімдік, мамандық емес. Ол өнер. Өнердің шыңына шығам десең, оның фанаты бол. Сол кезде ғана жетістікке жетуге болады, басқа жетуге болады. Сіз айтасыз ғой анау, білім саласын шоуға айналдырмау керек деп. Айтасыз. Енді қазіргі жастардың көзқарасында шығармашылық ойлау дейді, креатившіл ойлау. Олар бір өзінің беретін пәнін әлеуметтік желіге икемдеп беріп жатыр. Мысалы, сіздің салаңызда бір химик жас жігіт бар, тиктокта. Көзқарасыңыз қалай? Ондайлар болу керек. Бірақ 45 минутта емес. Сабағында 45 минутта ол дүние болмау керек. Ол сабағында 45 минутта сен алдыңдағы 25 балаға жауаптысың. Соған түсіндір. Сен бүкіл халыққа химияны өтуге жауапты емессің. Ал сабағың біткеннен кейін
Қандай креативке барам десең, сондайға бар. Сенен жұрт керегін алсын. Сондықтан кабинеттегі 45 минутты әлеуметтік желімен шатастыруға болмайды. Өйткені бір ғана нәрсе, мұғалімнің алдында бір ұлттың тағдыры өтіп жатқанын ұмытпау керек. Мгм. Сенің алдыңнан тағдыры, адамдардың тағдыры өтіп жатқан кезде, сен оны бейжай қарауға ешқандай қақың жоқ. Алдауға қақың жоқ. Мына мен ең алғаш университетке барып, бірінші курста ғой, қағаз әкеліп таратып бере салып, сендер мынаны көшіріп жаза беріңдер деп қағазын жазып отыратын мұғалімдерді көрген кезде кәдімгідей мен шок болғам. Шок алып кәдімгі оқулықты тастап кеткім келді. Сонда маған оны көшіріп алып өзімізге үйге беріп жүрсе көшіріп аламыз ғой деген Мгм. түсінікті. Мен үшін мұғалім маңдай терін сүртіп тастап, терлеп тепшіп сабақ беріп, оқушының көзіндегі түсінген кездегі жанатын шырақты көруді ләззат, содан ләззат алып. Мгм. Әйтпесе әкеп қағазын таратып қойып, ал өздерің оқып алыңдар. Сен мынаған жауап бер, сен мынаған жауап бер деп отыру ол мұғалімдік емес. Енді екен дәл қазір жеке мектептер ашып жатқан солардың басшыларына өзіңіз үндеуіңіз жасаңызшы. Жекеменшік мектептердің ашып жатқандығы бір ғана дүние айтқым келеді. Білім саласы нәпақаны тап, бірақ адалынан істе. Бол. Өйткені сенің алдыңнан болашақ мемлекет құрушы азаматтар шығып жатыр. Барлық саламен ойнауға болады, бірақ ұлттың тағдырымен ойнауға. Мгм. Сондықтан біз ұлттың тағдырын жасап жатқан сала екенімізді ешқашан ұмытпауымыз керек. Сондықтан ақша деген принциптен өзге принциптер жоғары тұру керек. Адалынан істесең, нәпақа табылады деп ойлаймын. Жақсы. Мгм. Рахмет Аятжан мырза. Біраз сұхбаттастық, уақытта болып қалыпты. Жақсы бір келелі сұхбат болды деп ойлаймын. Бір ішегі дүние тарқатылғандай болды. Барлық дүниені айттық. Жұмысыңызға, ісіңізге сәттілік тілеймін. Жалпы Рахмет. ұлттық мектеп құру идеяңыз жалпы елдің тарапынан қолдау алып, сіздің ойыңыздағы қоғам қалыптасқан мен де тілеймін, тілекшімін. Ісіңізге сәттілік. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Каналға жазылып, қолдау көрсетіңіздер.